Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте керемет тамақ дайындаймыз. Өте үнемді тамақ деп айтсақ болады. Сонымен бізге қажетті нәрселер: тұзды суға иленген қамыр, еттің қамыры сияқты сәл жұмсағырақ қамыр, пияз молда болған сайын дәмді болады. Сәбіз пияздың көлеміндей, 1 кесе сұйық май, 1 кесе фарш, және өзіңіз қалаған дәмдеуіштер: тұз, бұрыш, мен палауға арналған дәмдеуіш, палаудың бояуы және тағы да басқа әмбебап дәмдеуішті алдым. Және қамырды жаю үшін крахмал немесе ұн керек болады. Сонымен біз бастаймыз. Қуыратындарымызды алдық, қазанымызды қыздырдық. Қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құямыз. Майымыз қыза бастағанда пиязымызды салып, ақырындап сарғайғанша қуырамыз. Пиязымызды жақсылап қуырамыз. Майы молдау болғаны дұрыс. Пиязымыз қуырылып жатқан кезде босқа уақытты кетірмей, біз бір бөлек қамырымызды мынандай етіп келесі жаюға дайындап алдық, өте ұсақтап. Енді пиязымыз қуырылып болды. Пияздың үстіне біз фаршымызды салып қуырып аламыз. Фаршымыз бір 5-6 минут көлемінде пиязбен бірге қуырылады. Одан кейін үстіне сәбізімізді салатын боламыз. Фаршымыз қуырылып болды. Сөлін, өзінің сөлін бөліп, ол қайта тартылып, майға қуырыла бастаған кезде дәмдеуішіміз, тұзымыз, бұрышымызды саламыз. Жақсылап бір араластырып, әркім өзінің қалауынша салса болады бұны, яғни арасында дәмін көре тұрып. Дәмдеуіштерімізді салғаннан кейін енді сәбізімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз, тегіс қуырылатындай. Ештеңе етпейді жан. Жақсылап қуырып аламыз. Сәбізді салғаннан кейін сәбіз өзінің сөлін бөліп, кішкене сөлі бөліне бастағанға дейін қуырамыз. Сонымен біздің сәбізіміз өзінің сөлін бөлді. Енді оған 1 немесе 2 кесе суды құямыз. Суын, яғни өздеріңіздің тамақтарыңыздың көлеміне байланысты көресіздер. Және бетін жауып 5-10-15 минут көлемінде бұқтырамыз. Төменгі отта бұқтыратын боламыз. Сонымен біз бұған дейін пиязымыз, сәбізіміз, етіміз, фаршымыз қуырылып жатқан кезде біз қабырларды біршама жайып дайындап үлгердік. Және қазір қалған ет бұқтырылып жатқанда тағы біразын жайып аламыз. Енді шеберліктеріңізге қарай жаясыздар. Мүмкіндігінше жұқа жайған дұрыс. Ал дәл домалақ етіп жаю менің қолымнан келмеді. Қолдарыңыздан келсе, өзінің көлеміне сай етіп, домалақ қылып жайып аласыздар. Крахмалмен ортасына жайып, және бір ыдыстың бетіне қоя берсеңіздер, өте ықшам орын алады. Және пісіргенге де өте ыңғайлы болады. Сонымен қамырымызды жайып жатқан кезде біздің мұндағы тұздығымыз пісіп қойды. Енді отын өшіріп, салқындатып аламыз бұны. Және бұған дейінгі дайындаған тұздығымызды суытып, сәл жылырақ болса да болады. Ыстық
тұздықтан қарағанда біраз суытып, немесе бір 40 градус шамасына дейін суытып аламыз. Табамыз қыза бастаған кезде шетінен салып, бетіне тұздығымызды сеуіп, қабаттайып дайындаймыз. Қамырды жылдам дайындағыларыңыз келетін болса, қамырды үлкен етіп жайып, табаныңыздың көлеміне сәйкес келетін дөңгелек нәрсемен кесіп алсаңыздар болады. Түрлері әдемі және біркелкі болып шығатын болады. Табамызға майды құйып қыздырамыз. Мұндағы дайын қамырларымызды шетінен сала отырып қуырып аламыз. Аса қатты қуырмаймыз. Лаваш сияқты болып шығады. Сәл әрбір жер қуырылып бастаған кезде, қатая бастағанда келесі бетіне аударамыз. Және осы аударылғанның үстіне келесі бетіне мұндағы тұздығымызды себеміз. Тұздықты бірінші қабатқа салып болғаннан кейін дәл осылай екінші қамырымызды саламыз. Өзімізге ыңғайлы жерінен ұстап, екінші бетіне аударамыз. Аз ғана сарғайды, кішкене қатайды қамырымыз. Оның үстіне тағы да тұздығымызды саламыз. Егер тұздықтарыңыз өте аз қылып салам десеңіздер, қолмен салғандарыңыз жөн. Майынан, суынан құйып, тұздығымызды тегіс жағып шығамыз. Үшінші қамырымызбен де дәл осылай істейміз. Бұл қамырды да үшінші қамырымызды салғаннан кейін де келесі бетіне аударамыз. Бұл қамырдың бетіне де тұздық салып, келесі қамырды салып, тағы да айналдыра отырып, осы әрекетті бірнеше рет қайталаймыз. Ең соңғы қамырымызды салдық, төңкердік және ең бетіне жақсылап тұздығымыздан саламыз. Ең соңғы қамырды салған кезден бастап пешіңізді отын ақырындата беріңіз. Сонымен тамағымыз дайын. Бетіне тұздығымызды салдық, пешімізді өшірдік. Енді кесіп салатын ыдысымызға дайындаймыз. Тамағымызды ағашқа салған өте ыңғайлы бізге. Осы күйінше столға апарып ұсынсаңыздар болады. Бетіне қалауыңызша ас көк сеуіп әсемдеп, ас көгімізді сеуіп әсемдедік. Қалауымызша кесеміз. Төрт бұрыштап кессеңіздер болады, үш бұрыштап кессеңіздер болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, қалай сүйкімді, солай кесіп, ыдыстарға қойып ұсына берсеңіздер болады. Жағына салат, яғни өздеріңіздің қиялдарыңыз қалай айтады, солай жасауға болады. Тамағымыз дайын, өте дәмді тамақ, өте тойымды тамақ, өте сіңімді деп айта алмаймын енді. Астарыңыз дәмді болсын.